Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 11-ші сабақ «Шынықсаң шымыр боласың». Тренируйся и станешь крепким. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Жарыс, соревнование. Жетістік, достижение. Жаттықтырушы, тренер. Шымыр, крепкий. Используем это тело, когда говорим про телосложение. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай и ответь на вопросы. Жарыс, соревнования. Мектепте спорт түрлерінен жарыс өтті. Оқушылар күреске және футболға қатысты. Жарысты көруге ата-аналар келді. Олар балаларының жетістіктерін көріп қуанды. Жаттықтырушылар оқушыларға риза болды. Жарыс өте қызықты өтті. В школе прошли спортивные соревнования. Ученики участвовали на борьбе и на футболе. Пришли родители посмотреть это соревнование. Они очень обрадовались к достижениям своих детей. И тренер тоже был доволен. Соревнование прошло очень интересно. Енді сұрақтар. Жарыс қайда өтті? Где прошло соревнование? Оқушылар қандай спорт түріне қатысты? На какой вид спорта участвовали ученики? Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Прочитай, ответь на вопрос. Прочитай вместе со мной. Әлібектің әкесі ерте тұрады. Папа Алибеков встает рано. Ол денесін шынықтыра бастады. Он начал зарядку. Әділет, кел, бірге шынығайық деді. Пойдем, Алибек, вместе будем тренироваться. Жақсы әке, деді Әділет. Ол әкесімен бірге жүгірді. Әділет согласился и бегал вместе с папой. Шынықсаң шымыр боласың, деді әкесі. Если будешь тренироваться, делать зарядку, то будешь крепким, здоровым. Әке, сіз қандай күштісіз, деп қуанды. Папа, какой вы хороший человек, обрадовался Алибек. Теперь вопрос. Әділеттің әкесі қандай? Үшінші тапсырма. Өлеңдегі жаттығуды айтып орында. Выполняй, читай стихотворение. Бойды бүкпей тік ұста, еркін тұрып тыныста. Жай қолды айналдыр бұлданбай, екі шеңбер сызғандай. Бір жаттығып байқа да, 10 шақты рет қайтала. Келесі төртінші тапсырма. Кестені толтыр, дәптерге көшіріп жаз. Заполни таблицу и перепиши в тетрадку. Первый столбик. Дене мүшелері – это части тела. Жаттығу – это какое вы упражнение делаете. Мысалы, например, қол – это рука. Оңға солға айналдыр. Аяқ. Теперь ноги. Какие упражнения можно сделать? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.